Сәлеметсіздер ме оқушылар, қайталауға арналған жаттығулар 5-31 есеп. Көбейткіштерге жүктелді дейді. Бірінші есепті бастайық. X куб қосылған 6x квадрат плюс 11x плюс 6. Қарайық. Мына x квадратты біз жай ғана 1x квадратпен жазсақ болады, е? Не үшін? Себебі мына x куб бізде біреу ғана алып тұр. Соған сәйкес қылып жазайық. X квадрат плюс 5x квадрат дейміз. Неге? Себебі бізде ортақ екеуінің қосындысы 6x квадратты шығару керек. Енді мына 5x квадратқа мына 11x-ті сәйкес қылып жазайық. Яғни 5x деп жазайық. Плюс неше болады? 6x болады. Яғни екеуінің қосындысы бізге 11x-ті беріп тұр. Плюс 6. Енді қараңыздар, мына жерде бізде мынандай ортақ көбейткіш шығатын қосылғыштар шықты, е? Көбейткішке жүктеу үшін бізде x куб пен x квадраттың ортақ көбейткіші x квадрат жақшаның сыртына шығады да, бізде x плюс 1 жақшаның ішіне қалады екен. Плюс келесі. Мына 5x квадрат пен 5x-ның ортақ көбейткіші 5x болады, жақшаның ішіне x плюс 1. Плюс 6x плюс 6-да бізде 6 жақшаның сыртына шығады, x плюс 1 жақшаның ішінде қалады екен, е? Енді қараңыздар, мынаның араларында бәрінде көбейту бар. Бұл көбейткіштер. Бұл көбейткіштер бізде қайталанып жазылып тұр, е? X плюс 1 бізде ортақ көбейткіш болып тағы да жақшаның сыртына жазылады екен. Ал екінші жақшаға біз мынау қалдық қосылғыштарды жазып шығамыз. Сонда x квадрат плюс 5x плюс 6 тең. Әрі қарай. Енді, так, на x плюс 1 өзін жазылайық. Мынау 5x-ті біз 2x қосылған 3x деп жазуға болады. Неге? Себебі, қараңыздар, мына x квадрат пен 2x-те қазір ортақ бірдеңе бар, 3x пен 6-да ортақ бір көбейткіш бар. Жазайық. X квадрат пен 2x-ның ортақ көбейткіші ол бізде x болады. X плюс 2 жақшаның ішіне қалады. Плюс 3x плюс 6-да бізде 3 жақшаның сыртына шығады, x плюс 2 жақшаның ішіне қалады екен. Енді x плюс 1-ін өзін жазып алдық. Қараңыздар, тағы да мына көбейткіштер ғой. X плюс 2 бізде қайталанып жазылып тұр. Демек, оны біз бір-ақ рет жазамыз да, келесі жақшаға мынау қасында қалған көбейткіштерді қосылғыш ретінде жазып шығамыз. X плюс 3 деп. Міне, осылай бізде көбейткіштерге жіктеп жазып шықтық бірінші есепті. Екінші есепті қарайық. А-ның 5 дәрежесі қосылған А-ның 4 дәрежесі қосылған А куб қосылған А квадрат плюс А қосылған 1. Мына жерде 6 болып тұр, демек жұп-жұппен аламыз, тағы да қарайық. Мына жерде екеуінде ортақ не бар? А-ның 4 дәрежесі бар. А плюс 1 жақшаның ішіне бар. Қосылған. А куб пен А квадратта бізде А квадрат жақшаның сыртына шығады, жақшаның ішіне А плюс 1 қалады. Және де мынау А плюс 1-ді өзін жасаймыз, е? А плюс 1 деп. Немесе бұлай 1 деп жазуға болады, е? Себебі 1-ді А плюс 1-ге көбейтсек, А плюс 1-дің өзі шығады, е? Әрі қарай, А плюс 1 бізде бәрінде қайталанып тұр. Онда оны жақшаның ішіне 1 рет жазамыз да, екінші жақшаны ашып, мынау не қалды бізде? Соларды жазып шығамыз. А-ның 4 дәрежесі плюс А квадрат плюс 1. Міне осылай есеп шығады екен. Келесі 5-32 есеп көп мүше түріне келтіріңдер дейді. Мына жерде керісінше бізде көбейткіштерге жіктеліп жазылып тұр. Осы жақшаны ашып, көп мүше түрінде жазу керек екенбіз. Жақсы. 5-32 біріншісін шығарайық. Онда А куб минус 3А квадрат Б плюс Б. Келесі жақшада 2А квадрат плюс 2АБ минус 3Б квадрат дейді. Енді мынау А кубты келесі жақшадағы қосылғыштар мен азайғыштарға көбейтіп шығамыз. Сонда не болады? А кубты 2А квадратқа көбейтсек, 2А-ның 5 дәрежесі плюс 2А-ның 4 дәрежесі Б минус 3А куб Б квадрат. Келесі, минус 3А квадрат Б-ні мына үшеуіне көбейтіп шығамыз. Сонда минус 3-ті 2А квадратқа көбейтсек, бізде минус 6А 4 дәрежесі Б минус 6А-ның 3 дәрежесі Б. Мына жерде 1 дәреже, мына жерде 2 дәреже А куб Б квадрат. И минус 3А квадрат Б мен минус 3Б квадратқа көбейтсек, плюс 9А квадрат Б-ның кубы болады екен. Так, соңғы Б-ні, жай ғана Б-ні, үшеуіне көбейтіп шығамыз. Плюс 2А квадрат Б плюс 2АБ квадрат минус 3Б куб. Енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз, е? Так, 2А-ның 5 дәрежесі бізде өзі жалғыз екен. Ары қарай қарайық.
Так, аның 4 дәрежесі және b деген бар ма бізде? Иә, міне бар екен. Біреуі бар. Болды, иә? 2 аның 4 дәрежесі b-дан, 6 аның 4 дәрежесі b-ны азайтсақ, минус 4 a4 b болады, иә? Келесі, a куб b квадрат бар ма бізде? Иә, міне бар екен. a куб b квадрат. Болды, иә? Онда минус 3-тен 6-ны азайтсақ, минус 9 a куб b квадрат. Келесі бізде a квадрат b куб дейді. Бізде ондай жоқ екен, иә? Онда өзіміз жазып салайық. Плюс 9 a квадрат b куб. Мына жерде бізде ешқандай қайталанып тұрған жоқ. Демек, көшіріп жазайық. 2a квадрат b плюс 2ab квадрат минус 3b куб. Міне осындай үлкен көпмеше болады екен, иә? Келесі екіншісін көрейік. a плюс 3b келесінде a минус 3b. Енді мына оңай, иә? a-ны a минус 3b-ға көбейтеміз, плюс 3b-ны a минус 3b-ға көбейтіп шығамыз. a квадрат минус 3ab енді плюс 3ab минус 9b квадрат болады, иә? 3b-ны 3b-ға көбейтсек. Так, минус 3ab мен плюс 3ab бізде жойылады, сонда a квадрат минус 9b квадрат деген жауап болады екен. Жақсы, енді біз сөз есепті шығарайық. 5-те 33-ші есеп. Так, бір-бірінен 920 километр қашықтықта орналасқан А және Б пункттеріне бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі пойыз шығады екен. Бірінші пойыздың жылдамдығы екіншісіне қарағанда 10 км сағатына артық. Пойыздар 5 сағат жүрген соң, олардың бір-біріне арақашықтығы 70 км болды. Пойыздардың жылдамдықтарын табыңдар дейді. Жақсы, давайте сөйлете салайық. А және Б қаласы бар екен. Екеуінің арақашықтығы қанша дейді? 920 км, иә, негізі. Енді мынау А қаласына бірінші пойыз шығады. Оның жылдамдығы 10 км сағатқа артық жүреді дейді. Яғни біз белгісіз ғой, біз екеуінде жылдамдығын білмейміз. Бір-біріне қарама-қарсы шықты осылай. Онда былай істейік. Мынау X болсын, X қосылған O болсын, өйткені 10 км сағатқа артық қой. Ал мына жай ғана X болсын. Жақсы, енді олар неше жүрді дейді? 5 сағат жүрді дейді, тең 5 сағат, иә? Мынау S. Арақашықтық бізде S пен белгіленеді. 5 сағаттан кейін екеуінің арақашықтығы, мына бөлік мысалы 70 км қалып қойыпты екен, әлі де. Мына жерге пойыз жетеді, бірінші пойыз. Иә, екінші пойыз мына жақтан жетеді. Сонда екеуінің арақашықтығы мына жер 70 км болды екен. Оны S1 дей салайық, иә. Енді қалай болады сонда? Вообще S-ті табу үшін не істейміз? Егер бір-біріне қарама-қарсы шықса, онда олардың жылдамдықтары қосылады, иә. Бұл бірге O2-ні қосып, Т-ға көбейтеміз. Дұрыс па? Барлық уақытқа көбейтеміз. Бірақ енді араларында еще тағы 70 км қалып қойды ғой. Бұл 70 км-ді біз қосамыз. Дұрыс па? S1-ді қосамыз. Онда қойып шығайық бәрін. S бізде 920 км-ға тең. V1 бізде X плюс 10-ға тең. V2 бізде X-қа тең жай ғана. Әрі қарай соны Т, яғни 5 сағатқа көбейтсек, тағы да оған 70 км жүру қалады. Сол 70 км жүрсін, сол кезде, в общем, полноценный 920 км міне шығып тұр екен. Жақсы, теңдеуді шығарайық. Сонда қалай болады? Так, мына жерде жақшаныштың қарайық. X-қа X-ті қоссақ, 2X плюс 10 болады. Мына жерде көбейту 5. Мынау 70-ті 920-ның қасына минус 70 қылып алып келейік. Сонда 850 болады. Енді мына 2X плюс 10 тұра берсін, көбейту 5 тұр, иә, бізде мына жерде. Мына 5-ті бөлі қып 850-ның қасына алып келейік. 850 бөлі 5 деп жазайық. Мына 2X плюс 10 қалай берсін. 850-ді 5-ке бөлсек бізде 170 болады. 2X-қа 10-ды қосамыз. Енді мынау 10, 170-дің қасына минус 10 болып келеді. Сонда 170-тен 10-ды азайтсақ, бізде қанша болады? 160 болады. Бірден жаза салайық. Сыймай жатыр уже. 160 болады. Сонда X-тен табу үшін 160-ты 2-ге бөлеміз. Яғни 80. Бұл не? X дегеніміз 80 км сағат. Яғни жылдамдық. Ол мынау екінші пойыздың жылдамдығы 80 км сағат. Ал біріншісінікі қанша болады? X-қа 10-ды қосу керекпіз. Яғни 80-ге 10-ды қоссақ 90 км сағат. Міне осылай біз пойыздардың жылдамдықтарын таптық. Жақсы. 5-те 34-ші есеп, бір мүшенің квадрат түрінде жазыңдар дейді. Біріншісі 0,125 және X-ның 4 дәрежесі. Бұл қандай санның квадраты? 0,125 деген ол 0,5-тің квадраты.
Ал x-ның 4 дәрежесі деген жартысын аламыз, яғни x-ның квадраты. Осыны біз квадраттасақ, жаңағы 0,125 және x-ның 4 дәрежесі плюс шығады екен. Келесі екіншісін қарайық. 49 деген ол 7-ның квадраты, а-ның 6 дәрежесі деген а-ның 3 дәрежесі деп аламыз. Осының квадраты бізде жаңағы 49 а-ның 6 дәрежесіне тең. Үшіншісі 4m квадрат n-ның 4 дәрежесі. Ол енді әрине 2-ның өзін аламыз, өйткені 4 деген 2-ның квадраты, m-ның жартысы, n-ның жартысы тоже аламыз. Болды. Келесі төртінші есеп 0,100-4 а-ның 6 дәрежесі, b-ның 4 дәрежесі. 0,100-4 деген ол 0,2-ның квадраты, а-ның жартысын аламыз, b-ның тағы да жартысын аламыз. Сонда де теңеседі екен.